Сәлем баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат жұмсақ өте дәмді нан жасамақшымыз. Бірге жасайық. Ал алдымен жылы суымызға сүтімізді құйып, майымызды кішкенесін алып қаламыз. Кішкене құйып, тұзымызды салып, кішкене араластырып жіберіп тұзымызды, үстіне дрожжымызды, аштығымызды салып, онымызды електен өткізіп, жақсылап илейміз. Үстіне кішкене майымызды құйып, иін қанғанша илеп аламыз қамырымызды. Илеген қамырымызды жарты сағатқа ашытып, дайын болған қамырымызды осылай бөлікке бөліп аламыз. Ортасын нан шекіс дейді ғой, нан шекіспен ұрып аламыз. Жұмыртқаның сарысын үстіне жағып, үстіне мен мак қолдандым. Ал дайын болған күлше нандарымыз, дәмді күнделікті желімтал нанымыз. Осы рецептімен жасап көруді ұсынамын. Ал ютубыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.